Саламатсыздар ма? Рамазан айы мүбәрәк болсын. Оразамыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге Қадір түні жайлы білетініммен бөлісіп кетейін дедім. Қадір түні жайында Алла тағала былай депті: Қадір түні бұл 1000 айдан да артық болатын түн. Бұл біздің өмірімізбен 83 жылдық өміріміз екен. Осы Қадір түні өте сауабы мол, өте ұлық түн. 83 жылдық толық құлшылығы бүтін болған берекелді ғұмыр қосылады екен бұл түнде. Сондықтан бұл түнді жаймен өткізуге болмайды. Бұл түннің нақты қай түн екенін Алла тағала білдірді дейді. Соны айтайын деп сыртқа шыққанда екі сахабаның дауласып тұрғанын көріп, сөзге араласып, пайғамбарымыз салам ұмытып қалдым депті. Алла тағала мені ұмыттырып қойды депті. Бірақ нақты айтатыным Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінен іздеңіздер депті. Соның бірінші түні келе жатыр. Бүгін 21 наурыз. Келесі 23-і, 25-і және 27-сі, 29-і. Осы 5 түннің бірінде Қадір түні келеді. Осы 5 күнде де құлшылықпен өткізейік. Күндіз ораза ұстап, Құран оқып, садақа беріп, ал түнгі уақытты құлшылықпен өткізейік. Алла тағаланың Қадір түніне сәйкес келіп, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Аумин.